Әлем таныған Әуезов. Абай жолы Мұхтар Әуезовтің әлемге әйгілі тарихи романы, қазақтың тұңғыш эпопеясы. Әуезов өзінің 4 томдық Абай жолы роман эпопеясы арқылы бүкіл дүние жүзіне, тіпті қазақтардың өзіне қазақ деген ұлтты танытты. Қазақ халқының ұлылығын, оның өткен өмір тарихын, тарихтың түбірлі кезеңдерін, қазақтың мінезін жан-жақты ашты. Эпопеяның Абай атты алғашқы 2 кітабына КСРО мемлекеттік сыйлығы, Абай жолының 4 томына Лениндік сыйлық берілді. Луи Арагон: Абайдай шығарма бұл тұсқа дейін қазақ әдебиетінде болған емес. Бұл да аз, әлемнің басқа елдерінде де онымен тең түсетін шығарма табу қиын. Менің ойымша, 20 ғасырдағы ең үздік шығармалардың бірі. Бенджамин Матип: қазақ не еткен ғажайып халық деп таңғалған. Міне сондықтан да бүгінде Толстойды оқымай орысты, Бальзакты оқымай французды білдім деу қиын болса, Әуезовті оқымай қазақты білдім деу сондай қиын. 1997 жылы Мұхтар Әуезовтің туғанына 100 жылдық мерейтой ЮНЕСКО-ның шешімімен дүние жүзілік деңгейде аталып өтті. Әке туралы. Абай жолын жазуға 1932 жылғы ашаршылық, көшпенділер өмірі сынды тарихи себептер түрткі болды. Қазақ жазушыларының ішінде тек Мұхтар Әуезов қана эпопея жазуға қадам жасаған. Әкемнің бұл ісін шығармашылық ерлік деуге болады, деді Мұрат Мұхтарұлы. Бүкіл қазақтың болмысын бір жүйеге келтіру үлкен тарихи миссия болды. Абай жолы сияқты шығарманың екінші рет жазылуы мүмкін емес. Өйткені көшпенділер дәуірі өтті, өркениет жетті. Әкем сол заманды көрген адам. Бұл кітап көшпенділер заманының соңғы көрінісі. Абай жолының бас кейіпкері Абай. Кітап арқылы қазақтың бас ақыны Абайдың 50 жылдық өмірімен адам, азамат, ақын ретінде қалыптасу кезеңімен танысамыз. Абай арқылы өткен ғасырдағы халықтың тіршілігін, тағдырын, ой арманын, мақсат мүддесін, күрес тартысын көреміз. Әуезовтің роман эпопеясы қазақты әлемге танытқан шығарма. Абай арқылы әлем қазақты таныды. Абай шығармаларының әлем халқының сүйсініп оқуына жол ашылды.